Ұлы ойшыл Конфуцийдің өмір туралы керемет сөздері. Билеуші, ал бағынышты, әке, ал ұл болуы керек. Дана қобалжуды білмейді, адамгершілігі бар қам жемейді, батыл қорқынышты білмейді. Біз өз көзімізге сенеміз, бірақ оларға сенуге болмайды. Біз өз жүрегімізге де сенеміз, бірақ оған да сенуге болмайды. Есте сақтаңыздар, шәкірттерім, ақиқатында адамды тану оңай емес. Мейірімді ер адам алаңсыз, төмен адам уайымшыл. Ежелгі заманда адамдар көп сөйлеуді ұнатпайтын, өз сөзінен артта қалу олар үшін ұят болды. Жолдары әртүрлі болғанда жоспарды бірге құрмайды. Адамдар кедейліктен және белгісіздіктен қорқады. Егер де екеуінен де құтыла алмасаңыз, намысты жоғалтпай оларды қабылдаған жөн. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүргеніңіз дұрыс. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды. Мейірімді адам өзін кінәлайды, төмен адам өзгені кінәлайды. Нағыз бір қате ол өткен қателіктерді түзетпеу. Жұмысты шектен шығып ынтамен істесең, басшының сенімін жоғалтасың. Егер достықта шектен шығып ақ көңіл болсаң, досыңның сенімін жоғалтасың. Егер өмір туралы аз білсек, сонда өлім туралы біз не білеміз? Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп, бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде ол өз кемшіліктерін өзгертеді. Достарыңмен қатынаста тек олардың қолынан келетін іс істеуге кеңес бер. Оларды жақсылыққа жетеле, әдептілікті бұзба, бірақ нәтижеге жетуге үміт жоқ жерден әрекет жасама. Өзіңді кемсітілген жағдайға жеткізбе. 15 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннен арылдым. 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Мақсатыңыз қол жетімсіз екеніне көзіңіз жеткен кезде, мақсатыңызды емес, әдісіңізді ауыстырыңыз. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады, осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы дос.